Қайырлы күн, қымбатты студенттер. Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы туризм мәселесі. Яғни бүгінгі сабақтан біз не білеміз? Қазақстандағы туризм мәселесіне қатысты мәтіндерді тыңдап, ондағы қажетті ақпараттарды анықтаймыз. Неліктен Қазақстанда туризм саласы дамыту керектігі жөнінде өз көзқарастарыңызды логикалық түрде әрі айқын жеткізіп бересіздер. Және үшінші алдымызда тұрған ол мәселе, көтерілген мәселелер бойынша стиль ерекшелігін сақтай отырып үндеу эссесін жазасыздар. Неге бүгінгі сабағымызда осындай мақсат міндеттерді қойып, соны орындаймыз. Экрандағы берілген сөздік жұмысы бойынша мынандай тапсырма. Мұқият осы сөздерді оқып шығыңыздар. Яғни бұл жеке жұмыс, әрбіреуміз ішімізден берілген сөздерді оқып шығамыз. Оқып болған соң құлақ қапқа, алдымызда тұрған құлақ қаптарды киіп, берілген аудионы тыңдайсыздар. Құрметті студенттер, жаңа сөздермен танысып, аудио жазбаны тыңдап болсаңыздар, әр топтан құрастырған диалогтарыңызды ортаға салыңыздар. Ал бірінші топтан кім шыған дейді? Вика және Валентин. Жақсы. Ал екінші топтан кім? Найын? Фарида мен? Карина. Жақсы, Валентин, Вика шыға болыңыздар. Қайырлы таң, Вика. Сәлем, Валентин. Бүгінгі күні Қазақстан туризмінің қандай топтары бойынша қызмет етеді? Бүгінгі күні Қазақстан туризмінің келесі топтары бойынша қызмет етеді. Дәмдік, сауықтыру, этникалық, экологиялық, шипажай, сауықтыру және тағы басқа. Шетелден келетін туристер қай аумақтарға көптен келеді? Біздің ел көне замандардан бүкіл түркі еліне танылған тарихи мекен. Сол себепті шетелден келген туристер біздің табиғи топтарына, экологиялық таза аумақтарына қол келеді. Вика, ерекше ықылас тудыратын жерлерді атап берші. Жақсы, отандық және шетелдік туристердің ерекше ықылас жерлерді белгілеп беретін шұрайлы жерлеріне аспанмен өріскен тауларды, су қоймалары мен өзен көлдерін атар еді. Болды ма? Болды. Рахмет. Келесі топтан Карина мен Фарида. Сіздерге не? Сәлем, Карина. Сәлем, Фарида. Солтүстік Қазақстанға қандай туристік аймақтар жатады, білесің бе? Я білемін. Солтүстік Қазақстанға Көкшетау, Бурабай, Баянауыл және Ерейментау жатады. Ал оңтүстік аймаққа не жатады? Оңтүстік аймаққа Алтын Емел таулары мен Жетісу алабы жатады. Батыс Қазақстандағы туристік нысандарды атап берші. Нысандар бұлар Мұғалжар, Каспий ойысы, Жайық өңірін айтар едім. Ал орталық Қазақстанның туристік нысандарын білесің бе? Я білемін. Бұларға Қарқаралы, Қызыларай, Бектауата, Ұлытау жатады. Жарайсың, Фарида, сау бол. Сау бол. Жақсы, рахмет. Балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңыздар. Яғни біз бүгінгі осы Қазақстанның әрбір аймақтарында, яғни оңтүстігінде, батысында, шығысында қандай туристік орындар бар, соны білдік. Құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға бейне жазбаны ұсынып отырмын. Сіздердің мақсаттарыңыз осы бейне жазбаны тамашалап болған соң тыңдаған, көрген ақпараттарыңызды сызбаға түсіресіздер.
Сіздердің алдарыңызда А4 форматындағы таза ақ қағаз жатыр және маркерлер. Сол құралдарды қолданып, көрген, естіген ақпараттарыңыз бойынша Қазақстан аймағындағы, яғни өзіміздің қандай жерлерде, қандай туристік нысандар бар, соларды анықтап, сызбаға түсіріп бересіздер. Орындау уақыттарыңыз 10 минут. Кезекті Астанбақ кесенесі Түркістан облысы Отырар ауданындағы кесене сәулет өнерінің тамаша жетістігі. Бұл кесене Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы, бабтардың бабы, Арыстан бабтың биігінің басына ол қолбасшы Әмір Темір 14-ші ғасырдың басына салдырған. Бұл кесенеге зиярат келіп келушілердің саны шексіз. Ұлы жібек жолының бойында орналасқан тарихи ғимаратта жолдан өткен жардың барлығы бір тоқтап келеді. Айтпақшы, мұнда келгенде ешқандай шығын шығарудың қажеті жоқ. Барлығын өзіңіз тұрған үстінен осы нүктеге дейінгі жол ақысын шығарсаң жеткілікті. Екінші, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ғимарат осы күнге дейін кемелер сақталған. Кесенені бірнеше ғасыр бұрын Қожа Ахмет Яссауидің жерленген жерде Әмір Темір қолбасшы тұрғызған. Сондай-ақ Түркістан қаласын екінші мекен деп те атайды. Мұнда келсеңіздер қалтаңыз аса жұпара қоймайды. Тек жаңа Түркістан қаласының сәулет өнерінің ұлыларына кіріп, біраз ақша шығындауыңыз мүмкін. Түркістан жайлы кесенеден бөлек алдағы уақытта тағы сөз етеміз. Көп созбай жалғастырайық. Үшінші кезекте Шарм шатқалы. Америка құрама штаттарындағы үлкен шатқалда бәсекелес болатын Қазақстанның танымал туристік орны. Мұнда мистикалық қызықты орындар, бәрі ағаштар мен бас айналдыратын көріністерге куә боламыз. Сондай-ақ Қамалдар алқабы, Бетино шатқалы деп аталатын бөліктері бар. Шатқал Алматы қаласынан 195 километрдей шығысқа қарай орналасқан. Шарм өзенінің барлық нысандары 2004 жылдың 23 сәуірінде құрылған Шарм мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамына кіреді. Шарм пайда болуы Неоген кезеңіне тұспа-тұс келетін Тянь-Шань тау-тарамдарындағы тылсым шатқал. Жергілікті аймақтың Құрметті студенттер, видео жазба бойынша орындаған сызбаларыңызды ортаға қорғауға шақырамын. Бірінші топтар және екінші топтар дайынсыздар ма? Біздің топта Жәмиля қорғайды. Жақсы, Жәмиля қорғайды. Қазақстанның түпкісті аймағы. Бірінші Арыстан баб кесенесі, екінші Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, үшінші Шарын шатқалы, төртінші Қатол Қарағай. Төртеу ғана таңдыңдар, иә? Төртеу. Жарайды, рахмет. Ал екінші топтан кім? Біз бұл видеодан қарағаннан кейін Түркіс Қазақстанның туристік аймағы туралы сызба салдық. Ал есімнен жақсы. Бірінші Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан облысында орналасқан. Екінші Отырар ауылында 14 ғасырдың басында Әмір Темір салынған. Үшінші Алматы облысында Шарын шатқалы осы мистикалық қызықты орындар бар. Ұлттық табиғи паркі бар. Яғни ол ұлттық табиғи парк болып саналады, иә қазір? Төртінші Қатон Қарағай Швейцарияның табиғатына тиесілі және экологиясы таза. Бесінші Қайынды көлі өте сылғын, 100 жыл бұрын жері сілкінісі кезде пайда болған. Иә. Мінекей, екінші топ барлық Қазақстанның 5 топ туристік аймағын атап шықты. Сіздер аталмаған қандай болды? Қайынды көлі, иә, Жәмиля? Қайынды көлі деген видеода, яғни бейне жазбада көрсетілген еді. Жақсы, рахмет, барлықтарыңыз тапсырманы орындап шықтыңыздар. Балалар, мінекей сабағымызда өзінің мәжесіне жетті. Мен сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Ол міне біздің экранда да көрсетілген. Бүгінгі осы сабақтан қандай
ақпарат алдыңыздар? Ал, Фариза. Мен бүгін сабақта Қазақстанның турист туристік аймақтары туралы ақпарат білдім. Ақпарат алды. Жақсы, рахмет. Вика, сізге осы бүгінгі сабақта не қызықты болды? Сабақта бәрі қызықты болды. Бәрі қызықты болды, рахмет. Валентин, сіз не білдіңіз бүгінгі сабақта? Мен жаңа сөздер және жаңа туризм орындары білдім. Орындары туралы білдің, иә? Жақсы. Ал бүгінгі жаңа сөздерді кім есіне сақтап қалды? Қандай жаңа сөздерді үйрендік? Кім айта алады? Ал, Карина? Мен мынандай сөздермен таныстым. Тамсану восхищаться, шибажай санаторий, насихаттау пропаганда, және үндеу обращение. Рахмет, Карина. Ал балалар, осы жаңа сөздерді естеріңізге сақтап, бейнежазбадағы көрген материалдарды оқып, сабағымыздың сонында мынандай сіздерге үйге тапсырма беремін. Назарларыңызға, экранды назарға салыңыздар. Үйге тапсырма. Тілдік құралдарды орынды қолдана отырып, берілген үлгі бойынша облысымызда, яғни өзіміздің Павлодар облысында туризмді дамытайық тақырыбында үндеу жазасыздар. Бұл үндеуді жазу үшін келесі үлгіні назарларыңызға ұстайсыздар. Мысалы, бастаймыз неден? Павлодар облысының тұрғындарына үндеу дейміз, иә? Үндеуді жаңа Карина не деп айтты? Қалай аударылады үндеу? Обращение. Яғни Павлодар облысының тұрғындарына үндеу жолдаймыз. Құрметті жерлестер, сыпайыгерлік сөзді қолданамыз. Яғни қандай жаңағы ойды білдіргіміз келеді? Осы аймағымызда туризмді дамытуға байланысты негізгі ойларыңызды жазасыздар. Одан кейін игі іске үндеу шақыру. Яғни қымбатты облыс тұрғындары, біз сіздерді неге шақырамыз? Қандай жақсы іс жасауға? Табиғатты қорғауға, жаңағы экотуризм, этнотуризм, сауықтыру орындары бар дедіге, сондай жерлерде қандай жаңағы жақсы істер жасау керек, соған шақырамыз. Және соңында авторы бұны кім жазды, және мерзімін көрсетесіздер. Яғни күні, айы, жылы. Құрметті студенттер, сіздерге жаңағы берілген үй тапсырмасына қосымша, яғни саралау тапсырмалары деген бар. Сол саралау тапсырмасын орындау үшін сіздердің назарларыңызға ақшам алаңы Қазақстанда туризмді дамыту үшін не істеу керек деген ютубта бейне материал бар. Осы материалды мен сіздерге қазір қысқаша тыңдатқызамын. Ал жалпы толық ақпаратты осы ютубтан тауып алып, өз ойларыңызды аргументативті эссе жазу арқылы білдіресіздер. Батыржан, сізге мақсатына студияға шақырып отырмыз. Батыржан мырза, қош келдіңіз. Туристердің ары-бері аралатып, маусым басталып десек болады, тіпті басталып та кетті. Қазір қазақстандықтардың сұранысы қай жаққа деп жатыр? Қазақстандық ол ең қызық мәселе, біз шетелдіктерді қазақстанға шақырамыз болсын, өзіміздің елімізді, табиғатымызды көрсетіп. Бірақ біз көбінесе қазақстандықтар жаңағы Түркияда, жаңағы сондай әкелетін сол ең мәселе бар сондай. Соны шешуге осы жаңағы жақында талай білесіз осы Сакран Қазақстан бағдарламалар осы жаңа қасиетті, содан табиғи мәдени жерлер ашылады. Бірақ біздің қазақстандықтар көбінесе өз мәдениетін сыйлық деп айтуға болады. Өйткені көбінесе оларға қызығы Түркия мәдениеті, Мысыр мәдениеті. Анау дейді, пирамида 3 жыл дейді. Мысалы, қорғандарымызға 3 жыл білесіздер, сақ қорғандар деген барымыз. Есіктегі алтын адамға 2 жарым жыл. Біз осы көбінесе Алматыда, Астанада тұратын қаладағы адамдар өз тарихын дейді. Сол үшін жаңағы олар деген олар кетеді. Еуропада негізгі көп жағдайда. Ол көбінесе білесіз, қазір интернет, телевизор бәрі көбінесе қарайды, сол қызығады, сол фильмдерді көріп, осындай қалаға, осындай жерде
балалар, осы жаңағы берілген ақшам алаңындағы сұхбаттың мазмұны бойынша өздеріңіз тыңдағандай өзіміздің Қазақстанда туризмді дамыту проблема болып тұр, иә? Сағаттың алдында айтқан болатынымыз, туризмнің бірнеше жаңағы бағыттары бар. Мысалы, өзіміздің Павлодар облысын алсақ, Екібастұз қаласын алатын болсақ, қандай туризм саласын дамытуға өздеріңіз ойлайсыздар? Қандай туризмнің осы біздің этнотуризмді мүмкін дамыту керек шығар, иә? Жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бізде де енді неше түрлі жерлер бар ғой. Мүмкін сол жақты зерделеп, сол жаңағы өзіміздің еліміздің туризмін жаңғырту мақсатында қандай бағыт бойынша қолданар едіңіздер? Соған байланысты өз ойларыңызды, жаңағы мен айтқан аргументативті эссенің құрылымын қолдана отырып, үй тапсырмасын орындайсыздар. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.